Hello everyone. Сәлеметсіңдер ма 5-ші сынып оқушылары? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 108-109 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Model 8 Edutainment. What do sports teach us? Спорт бізге не үйретеді? Exercise 1. What can sports teach us about life? Read what various people say. Do you agree or not? Tell your partner. Спорт бізге не үйретеді? Өміріміз жайлы. Әртүрлі адамдар бұл туралы не дейді? Сіз келісесіз бе жоқ па? Серіктесімен сөйлес. 1. They are good for our health, body and the mind. Біздің дене мүшеміз және ақыл-ойымыз денсаулығымызға пайдалы. Yes, I agree. Бұнымен келісемін. 2. There is no success without hard work. Еңбексіз табыс жоқ. Иә, келісемін. 3. Doing sports, I learned not to give up hope. Менің үйренгенім спортпен шұғылданғанда үмітіңді үзбе. Дұрыс. 4. We need to try hard to succeed. Табысқа жету үшін көп күш салу қажет. Иә, келісемін. 5. Working in teams taught me how to work with others. Топпен жұмыс жасау, басқалармен қалай жұмыс жасау керектігін үйретті. Иә, келісемін. 6. You can't be on top forever. I sometimes lose, but I learn from this and become better. Сен жоғарыда әрдайым бола алмайсың. Кейде жоғалтасың, кейде ол саған сабақ болады. Солай жақсырақ боласың. Келісемін. 7. To me, sports are fun. Менің ойымша спорт ол қуаныш. Келіспеймін, өйткені тек қана қуаныш емес, онда көптеген жұмыстар бар. 8. I learned to be and to follow rules. Бұл спортпен ережелерге бағынуды үйрендім. Иә, келісемін. Келіссеңіз A деп белгілейсіздер. Agree. Келіспесеңіздер not agree деп белгілейсіздер. Exercise 2. Complete the sentence. Екінші тапсырмада сөйлемді толықтырып жазамыз. I love sports because they keep me healthy and strong. I enjoy playing with my friends. Sports help me stay active and happy. Exercise 3. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Correct the false statements. Үшінші тапсырмада квиз жасаймыз. Дұрыс сөйлем болса true, қате болса false деп қойып кетеміз. 1. Michael Jensen got a silver medal from hockey. False. He got a silver medal for swimming. 2. True. 3. True. 4. False. He is a great boxer. 5. True. 6. False. It takes place in June. Exercise 4. Look at the model 8 and write true-false quiz of your own. 8-ші модуль бойынша true-false quiz жасау. 5-ші тапсырма. Name 6 sports. Which ones are there in the song? Listen and read to find out. 5-ші тапсырмада өлеңде 6 спорт түрін тап. Тыңдалымды тыңдап оқып табамыз. Exercise 6. Read the song and underline 8 types of sports equipment. Use them to label the pictures. 6-ші тапсырмада суреттерге сәйкес спорт түрлерін жазамыз. 5-ші жаттығудағы суреттерге қарап. Model 9 Holidays Vocabulary. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? What months your birthday in? Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар. Берілген суреттерге қарап, өз тіліңізде аударыңыздар. Сіздің туған күніңіз қашан? Қайсы айда? Қай мезгілде? Winter қыс. December, January, February. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Spring көктем. Көктем айлары March, April, May. Наурыз, сәуір, мамыр. Summer жаз.
June, July, August. Маусым, шілде, тамыз. Autumn, күз. September. October, November. Қыркүйек, қазан, қараша. My birthday is in spring in March. Сіздер де өз туған күніңізді жазып өтіңіздер. Exercise 2. Match the sentences 1 to 10. To the drawing. AG, listen and check. Балалар, екінші тапсырмада 1-ден 10-ға дейін берілген суреттер бар. Сол суретке сәйкестендіріп, сандарды әріптермен сәйкестендіреміз. 1. It is raining. Жаңбыр қай суретте жауып тұр? D. 2. It's snowing. Қар жауып тұр. I суреті сәйкес келеді. 3. It's foggy. C. 4. It's hot. A. 5. It's cold. F. 6. It's cloudy. J. 7. It's sunny. G. 8. It's warm. H. 9. It's windy. E. 10. It's freezing. B. Exercise 3. Complete the sentences. Үшінші жаттығуда сөйлемдерді толықтырып жазамыз. 1. In my country, it's cold in winter. Менің елімде қыста күн суық. 2. In spring, it is warm. 3. Summer are hot. Көктемде күн жылы болады, жазда күн ыстық болады. 4. In autumn, it is usually rainy. Күзде ауа райы жаңбырлы болады. Exercise 4. What is the weather like today? Бүгінгі ауа райы қандай? It is sunny and warm today. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағым пайдалы болса сіздерге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, бай-бай.